екенін білдік, солай ма? Ал енді осы берел қорғандары туралы тағы не білгілеріңіз келеді? Расул? Берел қорғандарынан қандай олжалар табылды? Жақсы. Айдана? Олар аңсенудан жақсы. Тағы не білдіңіз? Неге жылқылар әшке берелермен бірге әшкеленген? Жақсы. Тағы не білдіңіз келеді? Байзамдалған. Жақсы, айта ғой. Неге адамдармен бірге жылқылар жерленген? Жылқылар жерленген. Жақсы. Және бүгін бізде сабақта көп нәрсе білеміз. Және осы берел қорғаннан қандай артефактілер және олжалар табылғанын білетін боламыз. Олай болса, бәріміз тақтаға назар аударамыз. Жақсылар, көңіліңізді қойып тыңдап отырамыз. Берел ескерткіштерін зерттеумен Қазақстандық ғалым Зейнолла Самашев айналысқан. Зейнолла Самашев археолог, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының ғылымына еңбек сіңген қайраткер, жалпыұлттық тәуелсіз платиналы тарлан сыйлығының иегері, Германия археологиялық институтының корреспондент мүшесі. 1998 жылдан бастап Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институтының Шығыс Қазақстандағы халықаралық экспедициясын басқарды. Шығыс Қазақстандағы ерте темір дәуірінің біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырлар аралығын қамтитын кезеңін берел кезеңі деп атаймыз. Бұл кезең Катон-Қарағай ауданындағы берел қорымына байланысты осындай атауға ие болды. Қорымнан 40-тан астам оба табылды. Ең үлкен обаның биіктігі 9 метр, диаметрі 20 метр. Қабір іші қарағаймен шегенделген, және астын саркофагқа салынып жерленген. Саркофагтың сырты қайынмен қапталған, ал астыңғы қақпағы ғажайып тұстардың олар үстімен безендірілген. Сонымен қатар қабірде әлсендері алтынмен қапталған 16 аттың қаңқасы шықты. 1998-1999 жылдары археолог Зейнолла Самашев жүргізген қазба жұмыстарының нәтижесінде нөмірі 11-ші оба зерттелді. Ғалымдардың болжамынша, астау табыттағы ер адам мен егделеу әйелдің жерленген уақыты біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырға жатады. Олардың киімдері, інжу моншақ, алтын жапырақшалармен әшекейленген. Берел қорымындағы қабірден адаммен бірге құрбандыққа шалынған 13 жирен жылқының қаңқасы табылды. Берел мәдениетінің тағы бір ерекшелігі жайпақ түкті қыш-тыстардың таралуы болған. Берел кезеңінің соңында қола ауыздықтардың орнына шығыршықты темір ауыздықтар келді. Қысқа ақинат қанжарлар мен пышақтар да темірден жасалды. Мыңжылдықтар тарихын арқалаған Берел қорымы Қазақстанның жалпыұлттық киелі орындарының қатарына енген қасиетті мекен. Оқушылар, біз видеода не білдік? Табылған Берел қорғанын Самашев ертеңін. жақсы. Оны 1998-1999 жылдары зерттегені. Жақсы. Самға. Және жылқылардың қаңқасын Оның қаңқасы табылған жаңағы түйектері. Тағы да. Біздің аса ірі Қақтан аса оба табылған. Жақсы, Олай болса, барлығымыз оқулықты аша қояды. Берел қорғандары 2-ші саты. Аша қояды. Сіздер осы берел тақырыптары бойынша жұмыстар жасаймыз. Оқулық бойынша және қосымша материалдар бойынша. Жақсы ма? Сіздер Вен диаграммасы критерийлер беремін қазір. Сіздер сәйкестендірумен жұмыс жасайсыздар. Сәйкестендірумен сіздер семантикалық шартымен берел қорғандарынан қандай олжалар табылды, соны сипаттайсыздар. Қосымша материал. Оқулық қосымша материал.
Endi қазір sizге критерий беремін. Сол критерий бойынша жұмыс жасайсыздар. Сәйкестендіру тесті. Міне мына критерий бойынша жұмыс жасайсыздар. Жақсы ма? Сіздер семантикалық картаны мына критерий бойынша жасайсыздар. Сіздер Вен диаграммасын мына критерий бойынша жасайсыздар. Сіздерге критерий Вен диаграммасы. Олжаларды қарайды. Олжаларды сіздер жаңа дейсіз. Мына мәліметті оқып отырып, бағалайсыздар. Жақсы ма? Келе олыңыз. Бәріміз тыңдаймыз. Берілмешілікті обалардың ерекшеліктерін табады. Бір, қорғандардың қашылған уақытын көрсетеді. Бере қорғаны ол біздің заманға дейін 5 пен 6 ғасырда қамтиды, ал шілікті қорғаны ол біздің заманға дейін 8 ғасырда қамтиды. 2. Қорғанның орналасқан жерін көрсетеді. Бере ол қатар қорағай жерде орналасқан, ал шілікті ол шілікті жерде. Зерттеген археолог кім және зерттеген жылын көрсетеді. Береке ол Зейнолла Самашев, ол біздің ол 1998 жылдан бастап 1999 жылға шейін зерттеген, ал шіліктіде әртүрлі бар. Обалар санын анықтайды. Беренде 40-тан асқан оба бар, ал шіліктіде 51 оба бар. Қорғанның ерекшелігін көрсетеді. Беренде құс тұмсықты грифон табылды, және де мысық типтеген, және қатар жайған самұрық. Ал шіліктіде оның диаметрі 100 метр, және де одан алтын әшекейлер табылған. Берел мен шілікті обаларының ұқсастығын табады. Қамтыған аймағын көрсетеді. Шығыс Қазақстан тайпалық бірлестігін көрсетеді. Сақ дәуірін қолданбалы өнер стилін жазады. Хан стилі. Жақсы. Вен диаграммасын бізде екінші топ бағалаймыз. Яғни критерий бойынша тапсырма орындалды ма? Бірінші топ жақсы жұмыс жасады, себебі олар критериялар бойынша қорғандардың қамтыған уақытын көрсетті, қорғанның орналасқан жерін көрсетті, зерттеген археолог кім екенін және зерттеген жылын көрсетті, обалар санын анықтады, қорғанның ерекшелігін көрсетті, қамтыған аймағын көрсетті, тайпалық бірлестігін айтты, қолданбалы өнер стилін жазды. Мұнда Вен диаграммасы тобына отыра қоямыз. 3 шапалақ береміз. Ал екінші топ семантикалық картаны талқылап қояйық. Өзенді көк аспанға салтанатты түрде жеткізеді. Ол бізде жылқы. Қазіргі қолданыстағы ақ алтынды сақтар қай жылы өндірген? Ол 2500 жыл бұрын. Сақтар не табылды? Кімге табылды? Ерін қорымынан табылған олжалар нені сипаттайды? Не табылды? Семантикалық картаны осы топ жақсы қорғады. Олай болса біздер бағалап жіберейік. Берел қорғанының ерекшелікті анықтады. Берел қорғанының табылған олжалар материалдарын жасалғанын көрсетті. Қоспасты жыртқыш белді қос қанатты түсіндіріп айтты. Көсемді көк аспанға салтанатты түрде жеткізілгенін анықтады. Ғалымдар куәлігі қолданыстағы ақ алтынды сақтар қай жылы өндіргенін тапты. Сақтар неге табылғанын айтты. Берел қорығынан табылған олжалар нені сипаттайтынын айтты.
болса сіздерге олжалар, бейнеу қорғаннан табылған олжалар және бағалаған. Үшінші топ сәйкестендіру тобы. Жер тоқымның жабуында грифонның аңды талап жатқан сәтті бейнеленген ұғымды дүниетаныммен сәйкестендіреді. Жер тоқымның жабуында грифонның аңды талап жатқан сәтті бейнеленген ол тотемизм шығу себен аңдармен байланыстырады. Тоқыма тоқу өмірі дамыған. Мәйіттердің денесі базарланған жануарлар және денесі пайымдос қабығымен жабылған. Ол дүниеге атқарған жесем мен мәңгілік өлікке қосылады. Денесін сақтау медициналық анатомиялық қызметтері қолданылған аңғарылады. Мәңгілік тон қабаттарында органикалық заттардың белгілеуі ойластырылғанын дүниетаныммен байланыстырады. Мәңгілік тон қабаттарында органикалық заттардың өнімділігін ойластырылған. Жеңдірілген маскалауын үш жолға бөлігінің дүниетаныммен байланыстырады. Әсем безендірілген маскалау оны жылқы жеңдірілген сақтар жылқылар кезінде ата-бабалар алған мекенеттен көп аспанға салтанатты түрде жеткізілген. Жақсы. Сәйкестендіру тобы өз ерекшеліктерін барлығын ашып айтқан сияқты, меніңше, ал қай топ бізде бағалайды критерий бойынша? Бұл топ өте жақсы жұмыстанды. Өйткені олар ел тоқымның жабуында грифонның аңды талап жатқан сәтті бейнеленген ұғымды дүниетаныммен сәйкестендірді. Грифон асатаяғы қос-қосты жыртқыш денелі қос мүйізді және қос қанатты мәйіттердің денесі бальзамдалған жануарлар денесі қайыңтоз қабығымен жабылған образды дүниетаныммен сәйкестендірді. Мәйіттердің денесі бальзамдалған жануарлар денесі қайыңтоз қабығымен жабылған көрінісі дүниетаныммен сәйкестендірді. Жақсы бағаланды, және сәйкестендіру тобы сіздер олжалармен бағалаймыз, және бағаланың критериймен бағалаған оқушында бағалаймыз. Жақсы, отыра қойыңыздар. Үшінші топ оқушыларының табылған олжалар туралы жұмыстарын барлығымыз тыңдаймыз. Бүйрек қорымынан көптеген олжалар табылды. Олар грифон, мысық типтес аң бейнеленген әшекей, қанатын жайған самұрық бейнесіндегі әшекей. Шығыс Қазақстан Қатон-Қарағай ауданында орналасқан. Жақсы. Грифон қос басты жыртқыш денелі, қос мүйізді, қос қанатты мүсін. Ол билікті білдіреді. Шығыс Қазақстаннан табылды, иә? Жақтыра қойыңыздар. Грифон, мысық типтес аң, қанатын жайған самұрық бейнесіндегі әшекей. Өте тамаша, сіздерге осы табылған олжалармен сіздерді марапаттаймын. Қане, отыра қойыңыздар. Бүйрек қорғанынан табылған олжаларды сипаттаған топқа бізде бағалау критерийін айтып жіберейік. Осы топ жақсы естіген. Олар бүйрек қорымынан табылған олжаларды бүйрек қорымынан табылған олжалардың екі ерекшелігін анықтады. Бірінші олар бүйрек қорымынан қайдан табылғанын айтты. Жақсы, өте тамаша, жақсы бағалады бізге олжа. Қане оқушылар, олай болса бүгінгі бүйрек қорғандар туралы алған білімдеріңізді қорытындылау үшін барлығымыз тақтаға назарларыңызды аудара қойыңыздар. Сіздерге сұрақ қоямын, жауап бересіздер. Асма? Ал сақтар аң стилін қандай мақсатта қолданған? Безендіру үшін, дұрыс деп ойлайсыздар ма? Жоқ па? Жақсы. Сақтар танылған Құдайды тап. Келесі. Бүйрек қорғанынан табылған жануар мүсінді қандай материалдан жасалған? Солай ма тағы? Ағаштан. Енді сіздер жаңа Қазақстанның аумағындағы Шығыс Қазақстаннан табылған бүйрек қорымын, одан табылған олжаларды оқыдық, білдік. Енді олай болса сіздер өзіміздің туған өлкеміз Ақтөбе қаласынан, сонымен қатар Ақтөбе облысының аумағынан қандай артефактілер табылды, қандай қорғандар табылды, қандай олжалар табылды,
solar tuuralı qo'shimcha ma'lumot jo'natib kelasizlar. Sürünüp kılıçın kanın dökкен kız ben ol üçün Tapması bana tasqa жазылған